Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай өте ерекше және өте оңай самса пісіреміз. Рецепті бастамай тұрып каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, все деген таңдауларыңызды өтінемін. 550 грамм ұнға жарты шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Бөлме температурасында жібіп тұрған 200 грамм сары майды қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Жүз грамм 20% қаймақ қосамыз. Және бір жұмыртқаны қосып, қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын осындай өте қатты қамыр шығады. Қамырды салфанға салып 15 минут тындырып қоямыз. Салманы әзірлеуге кірісеміз. Менде 500 грамм тартылған сиыр еті. Оған 300 грамм майдалап туралған жуаны қосамыз. Енді салмамызға өз талғамымыз бойынша специялар қосамыз. Тұз, зира, кориандр, паприка және қара бұрыш. Қамырымызды 12 бірдей бөлікке бөліп, осылай домалатып басып шығамыз. Енді біртіндеп қамырымызды жұқа қылып жаямыз. Самса жасауға кірісеміз. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқаны сары-ұзын жағамыз. Самсалардың бетіне кунжут себеміз. Ысып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мінеке достар, біздің өте дәмді және өте әдемі самсаларымыз дайын болды. Самсаны бөліп, ішін көрсетемін. Осындай самсаны міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді самса шығады. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.